Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен местный пирог жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқамызды алып, бір жұмыртқамызды толығымен қосамыз, ал екінші жұмыртқамыздың тек ақ уызын қосып, сары бөлігін пирогымыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Осылайша жұмыртқамызды мұқият араластырып, үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да мұқият араластырып, кішкене тұз салып, тағы да мұқият араластырамыз. Барлығы бір келкі болғаннан соң, жылы суымызды құйып, тағы да мұқият араластырамыз. Содан соң ғана ұнымызды қоса отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Егер сізде сита болса, ситадан өткізсеңіз, қамырыңыз үлпілдек болып, жақсы болып шығады. Осылайша аз-аздан сала отырып, қамырымызды илеп аламыз. Мінекей, бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Дайын қамырымызды 5-10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Енді салмасына кірісеміз. Салмасына сиыр етін жуып алып, осылайша етімізді уақ етіп турап аламыз. Және бір жуамызды уақтап турап саламыз. Содан соң бір картоп саламыз. Содан соң ішмай қосамыз. Егер ішмайды жаратпайтын болсаңыз, қоспауға да болады. Осылайша пирогымыз дәмді болып шығады. Майлы болып, дәмді болып шығады. Барлығын мұқият араластырып, менде кішкене сәбіз қалған, соны қосып жібердім, бірақ бұл міндетті емес. Осылайша 1-2 чеснок қоссаңыз да болады. Және де дәмдеуіштеріңізді қосып, тұз, бұрыштарыңызды қосып, тағы да соңғы рет барлығын мұқият араластырып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте қамырымызды алып, осылайша видеодағыдай илеп аламыз. Содан соң қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біріншісін кішкентай, екіншісін үлкен етіп бөліп аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз.
Осылайша қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Содан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды кезек-кезектен жаямыз. Қамырымыздың астыңғы бөлігін жұқа етіп жаймаймыз. Кішкене қалыңдау болу керек. Осыдан да қалың қылсаңыз болады. Осылай жайып алып, противенге пергамент қағазын төсеп салып аламыз. Қамырымызды тегістеп алып, үстіне самамызды саламыз. Самамызды салғаннан соң тегістеп аламыз. Содан соң қамырымыздың екінші бөлігін оқтаудың көмегімен илеп, бетіне қоямыз. Осылайша қамырымыздың екінші бөлігін пирогымыздың бетіне қойып, барлығын біркелкі етіп, жан-жағын тегістеп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша жан-жағын бүріп аламыз. Осылайша дайын пирогымыздың үстіне жаңағы алып қалған жұмыртқамыздың сарысын жағып, және үстіне күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште қызарғанша әбден пісіріп аламыз. Осылайша бізде жұмсақ, өте дәмді пирогымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сізге ұнап жатса, видеомды бағалап кетіңіз. Рахмет. Сізге ұнайды деген ойдамын.